4-ші сынып бойынша әдебиеттік оқу пәнінен сабағымды бастаймын. Сабақтың тақырыбы ғарышайлақ. Мақсаты түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты табу, өңдеу және тұжырым жасау. Себеп-салдарлық байланысын сызба түрінде көрсету. Шығарманың тақырыбын және негізгі ойды анықтау. Автордың ойын мәтін деректерінен келтіре отырып дәлелдеу. Шығармадан әдеби көркемдегіш құралдарды теңеу, эпитет табу және оларды қолдану. Енді сабағымызды бастамас бұрын, ең алдымен миға шабуыл жасап алайық. Ол үшін төменде берілген сөздерді пайдаланып, Байқоңыр сөзін сипаттап әңгімелейік. Қазақстан, адамзат, ғарышайлақ, жер және алғашқы деген сөздерді қолданамыз. Жақсы балалар, Байқоңыр сөзін сипаттап болсақ, енді ары қарай Байқоңыр қаласы туралы не білеміз? Жақсы балалар, Байқоңыр қаласы Қызылорда облысында орналасқан екен. Ғарышайлақ бар ол жерде, ол 1955 жылы салынған. Және біздің мақтаныштарымыз қазақ ғарышкерлері туралы білеміз. Олар Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетов. Осы Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс деп аталатын ғарыш кемелері ұшырылған екен. Және ең алғашқы зымыран 1957 жылы осы Байқоңырдан ұшырылған екен. Енді осы Байқоңыр туралы білімімізді әрі қарай жалғастыру үшін сіздерден OPEC-KZ сайтынан келесі тапсырманы тыңдауларыңызды сұраймын. Тыңдаңдар. Ғарыш алаңын салу үшін Байқоңырды таңдап алу кезінде бұл жердің елді мекендерден қашықтығы, зымыран ұшырудың қауіпсіздігі, қайтып оралатын ғарыштық нысандар үшін қолайлы қону аймағының болуы сияқты жағдайы ескерілді. Байқоңырдың басты және көмекші нысандары мен қызмет ету орындары кең аймаққа орналасқан. Олар бір-бірімен автомобиль жолдары және темір жол арқылы байланысқан. Байқоңырдың негізгі нысандарына техникалық тұғырлар, старттық кешендер мен ұшу трассасының бойындағы өлшеу бекеттері, ғарыш алаңына түрлі жүктерді жеткізетін кірме жолдар, көмекші және қызмет көрсету нысандарына отын, жанармай сақтайтын алаң, энергия және сумен қамтамасыз ететін жүйелер, байланыс жүйесі, телевизия, тағы да басқасы жатады. Байқоңырда зымыран тасығыштың әрбір түріне сәйкес бірнеше техникалық тұғырлар және олардың әрқайсысына арналып бірнеше старттық кешендер салынған. Байқоңыр әлемдегі ең ірі жер беті ғылыми ғарыш полигоны болып табылады. Оның басты және көмекші нысандарының жалпы ауданы 6717 шаршы шақырым. Тыңдап болсақ, келесі бүгінгі сабағымыздың авторы Сырбай Мәуленов туралы мәліметпен танысайық. Сырбай Мәуленов ақын, жазушы, аудармашы. Қостанай облысы Жангелдин ауданында дүниеге келген. Жазушының балаларға арнап жазылған Барлаушы бала, Құлыншақ, Бала жолбарыс, Қорқақ торпақ деген өлеңдері және әңгімелері бар екен. Енді осы өлеңді танысып, ішімізден түсініп оқуға тырысайық. Жақсы, балалар, оқып болсақ, осы жердегі түсініксіз сөздермен жұмыс жүргізейік. Бұл жерде ат күші деген сөз берілген, яғни бұл зымыранның қуатын білдіреді екен. Жақсы балалар.
Енді келесі жұмысымыз қызықты тапсырмалар орындаймыз, яғни ойланып берілген сұрақтарға жауап беруіміз керек. Байқоңыр бұрын қандай жер еді? Ақынның ғарыш дәуірі Байқоңырдан басталды деуінің сыры неде? Жақсы балалар, осы сұрақтарға жауап беріп болсақ, келесі тапсырмамызды жалғастырайық. Ол ізден, сұра, зертте деп аталады. Яғни оқулықта берілген өлеңнің ішінен теңеу және эпитет сөздерді табуымыз керек. Қане балалар, ойланып көрейікші. Жақсы, іздеп тауып болсақ, жазып, дәптерімізге жазып, оқимыз. Жақсы, найзағайдай, күн шыққандай, бұл теңеу сөздер, ал ат күші, күміс шаң деген бұлар эпитет сөздер екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмамыз, яғни тағы да біздің білуге міндетті, білгенге маржан деп аталатын бөлімімізге келеміз. Яғни біз Байқоңыр туралы тағы не білуіміз керек? Сол туралы танысайық. Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысының Төретам ауылына жақын жерде орналасқан екен. Адамзат баласының ғарышқа жолы осы Байқоңырдан басталған. Сондықтан Байқоңыр жұлдызды қала деп аталып кеткен екен. Жақсы. Ендеше біз келесі кестемен жұмысты орындаймыз, яғни бұл жерде құрастырамыз. Ең алдымен хабарландыруды оқып алайық, сосын жұмысымызды жалғастырамыз. Сіздерді ғарыш кемемен саяхаттауға шақырамыз. Өзіңізбен бірге кімді, нені алып жүретініңізді алдын ала тізімде көрсетіңіз. Кезекке жазылыңыздар. Жұлдызды қала ұшу айлағы. Бұл жерде хабарландыру берілген. Енді осы хабарландыру бойынша сіздер өздеріңізбен бірге кімді және нені алып жүретсіздер, тізімдеріңізге жазып ала қойыңыздар. Жақсы балалар, ендеше екінші тапсырмамызға қайта оралайық. Яғни бұл жерде екінші жұлдызды қаладағы тосын жаңалық атты тақырыпта қиял ғажайып әңгімеге жоспар құрыңдар. Келесі тапсырмамыз мұғалімнің көмегімен жоспар бөліктеріндегі әңгіменің басталуын, дамуын, шиеленісін, шарықтау шегін, аяқталуын сипаттаңдар. Ең алдымен әңгімемізді құрастырып, жоспар жазып аламыз әңгімемізге. Сол бойынша әңгіме жазып және оның бөліктерін анықтайды екенбіз. Жұмыстарымызды орындап, мұғалімге жолдауларыңызға болады. Енді келесі сабағымызды қорытындылау мақсатында дұрыс-бұрыс әдісін пайдаланып, жұмысымызды жалғастырайық. Ол үшін алдарыңызда берілген кесте бойынша сұрақтарға жауап жазасыздар. Яғни дұрыс болса қосу белгісін, бұрыс болса азайту белгісін қойып, дұрыс емес белгісін қойып, 6 сұраққа жауап береміз. Байқоңыр өлең түрінде жазылған шығарма. Дұрыс па, бұрыс па? Қай белгіні қоямыз? Ойланамыз және жауаптарыңызды мұғалімдеріңізге жолдауларыңызға болады. Жақсы балалар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасын алып, белгілеп алыңыздар. Байқоңыр ғарыш айлағы туралы қайдан оқып білуге болады? Ізденіс жұмыстарын жүргізесіздер және осы берілген өлеңнің өздеріңізге ұнаған шумағын жаттап алыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.